Сәлем достар, эфирде қызық фильм каналы. Алдарыңызда Том Ударуги атты фильм. UFC-дің бұрынғы қатысушысы жол бойындағы забегаловкаға күзетші қызметіне орналасады. Ол кафеде төбелес шығарған байкерлердің тобына қарсылық көрсетеді, алайда олардың артында нағыз қылмыстық топ өкілдері тұр екен. Фильмнің басы жария емес жекпе-жек турнирінен басталады. Осы жерде Фрэнки келесі қарсыластың быт-шытын шығаратын жергілікті чемпионды іздейді. Ұйымдастырушылар чемпионға қарсы шығатын тағы да басқа үміткерлерді шақырады. Клеткаға худи киіп алған бір жігіт кіріп шешіне бастайды. Оны көрген чемпион ол жігітпен төбелесуден бас тартып, клеткадан шығып кетеді. Бейтаныс жігіт ұтыс ақшасын алып кетеді. Бірақ стоянкада жекпе-жекке көңілі толмаған клиент оған тосқауылдан жетіп келіп $500 ұтылып қалған үшін пышақ тағады. Фрэнки есімді қыз Далтонға жақындап жарақатына көмектесуді және өзінің аралдағы Гласкей атты барына күзетші қызметін ұсынады. Далтон оған келіспейді, дегенмен Фрэнки өзінің контактілерін қалдырып кетеді. Далтонның қаржылық жағдайы қиын, ол көлік ішінде өмір сүреді. Оған жергілікті полицейский ескерту жасап, Далтон темір жол ортасына дейін көлік жүргізіп тоқтайды. Сәлден кейін ол ойынан айнып, соңғы мезетте поезден аман қалады. Оның назары Фрэнкидің номеріне түсіп, кейін автобуспен Флориданың жанындағы аралдарға қарай жөнеледі. Автобустың ақырғы аялдамасында ол Чарли есімді жасөспірім қызбен танысады. Чарли жақын жердегі кітап дүкен иесінің қызы екен. Олар Далтонға Фрэнкидің жол бойында тұрған барына дейін қалай жету керектігін түсіндіріп береді. Ол жерге жеткенде кафенің официанты Билли оны танып сәлемдеседі. Бардың жағдайын кешке дейін бақылап, кеш батысымен клиенттерінің ішіп алып, қырғын төбелестің басталуына куәгер болады. Далтон официант Билли және досы Рифпен бірге төбелесіп жатқан адамдарды қалай ажыратып жатқандығына қарайды. Біраз уақыттан кейін бар жанына Дэл есімді жігіт бастаған бірнеше байкерлер келеді. Бар ішіне кіріп, Биллиге қорқыту көрсетіп, іштегі заттарды қирата бастайды. Далтон көп ұзамай байкерлерге сыртқа шығуларын сұрайды. Далтон олардан алдын ала жақын жердегі аурухананың қашықтығын сұрап алып, 5 байкерлерге шапалақтан беріп, біртіндеп жерге құлатады. Шапалақтардың оларға аз екендігін түсініп, бұзақыларға аямай таяқ жегізеді. Сөйтіп Далтон Фрэнкиден көлік сұрап алып, байкерлерді асықпай ауруханаға дейін жеткізеді. Тіркеуде ол медперсоналға кімде қандай жарақат бар екендігін түсіндіріп кетеді. Доктор Элли болса сарказм түрінде таяқ жеген байкерлердің кесірінен түнмен жұмыстан тыс уақыт бөліп жұмыс істейтіндігі үшін оған рахметін айтады. Сөйлесу барысында Далтонның пышақтан алған жарақатын байқап, оған көмегін ұсынады. Қабаққа оралғаннан кейін Фрэнки Далтонға айлығын береді. Ол жақын маңдағы қайықта қону үшін рұқсат етеді. Фрэнки және пирске қараушы Далтонға аллигаторлардан сақ болуын ескертеді. Түнде ол түс көріп, бұрындары ол UFC жауынгері болып, орта салмақтағы чемпион атағына үміткер болғандығы анықталады. Азанда оны бармен болып жұмыс істейтін ұжымдасы оятып, таңғы асын дайындап әкеп береді. Далтон асын ішіп отқан кезде әлгі әйел байкерлердің әсерінен бардың талай күзетшіні ауыстырғандығын айтады. Сәлден соң Далтон кітап дүкеніне қарай жол жүріп, кездескен адамдардың оның атын атап амандасатындығына таң қалады. Ол Чарлиден интернетті пайдалануына рұқсатын сұрайды. Далтон қызығушылық танытып, байкерлердің не үшін барды тартып алғысы келетіндігін түсінгісі келеді. Сол сәтте байкерлер көрші дүкен иелерінің мазасын алып жатады. Жас қыз битамен шығып оларды қумақшы болады. Байкерлер болса қыздың артында тұрған Далтонды көріп, орындарынан тайып тұрады. Екі байкер өздерінің босы Бен Бартонның яхтасына келіп, оның көз салған барына жаңа күзетшінің жұмысқа тұрған жеткізеді. Далтон қабақтағы отырып Фрэнкиден неге оның есімін барлығы біледі деп сұрайды. Фрэнки оған бұл жерде өсектің тез тарайтындығы туралы айтып береді. Кешке таман дәстүрлі түрде клиенттер қайтадан төбелес шығарады. Далтон Биллиге пышақпен тұрған клиентті қалай қарусыздандыруды үйретеді. Клиент қайтадан шабуыл жасамақшы болғанда Далтон өзі кірісіп, оның қолын сындырады. Сөйтіп әрі қарай официантқа төбелестің әдістерін үйретуді жалғастырады. Кейін Далтон бокспен айналысатын Рифкиде жұмыс ұсынады. Өзі бос уақытта тренировкамен айналысады. Сөйтіп музыкаға, ішімдікпен төбелеске толы әдеттегі күндер өте береді. Аз уақыттан соң таяқ жеген байкерлер ауруханадан шығып, бардың жанына келіп, Далтонды алыстан бақылап кетеді. Далтонға болса өмірінен өткен сәттері түсіне енеді. Түсінде ол көз айтысу кезінде чемпионға шапалақ беріп, сыйластық танытпай, жекпе-жек кезінде таяқ жейді. Оянып, кафеде таңғы ас ішу кезінде доктор Эллиді кездестіреді. Элли оған бұл жерде сырттан келгендерді ешкім жақтырмайтынын және полицияның көп нәрсеге көз жұмып қарайтындығы туралы ескертеді. Түн ішінде үйге қайтып бара жатқанда, қатты жылдамдықпен келе жатқан пикапты байқап, секіріп кетіп құтылады. Жүргізуші артқа жүріп Далтонды өлтіргісі келеді.
Далтон пикаптың кузовына аунап қоршаудың бұзылғаны себепті теңізге қарай құлап түседі. Құлап бара жатып жүргізушінің Байкер Делл екендігін аңғарады. Сәлден кейін Далтон аман қалып, қайығына жеткенде ішінде мылтық ұстаған Деллді байқайды. Көп ойланбай төбелеске көшкен Далтон Деллді мылтығымен бірге қайықтан лақтырып жібереді. Судан шыққысы келген Деллді аллигатор жеп қояды. Полиция Байкердің денесін іздеп жатқанда Далтон Чарлидің жағдайын біліп қайтады. Кітап дүкенінен шыққан Далтон жолда көлікке отыруды талап еткен бандитке тап болады. Бандит тапаншасын алған уақытта Далтон төбелес өнерін көрсетіп, оның саусағын сындырып тастайды. Бандиттің босына оны қай жерден тауып алатындығын айтып жұмысына кетеді. Саусағы сынған бандит бастығына келіп жағдайды айтады. Сол уақытта Бенге түрмеде отырған әкесі звондайды. Онымен сөйлескісі келмеген Бен телефонды теңізге лақтырады. Бір мезетте алдымызда тыр жалаңаш Нокс шығады. Аяқ киімде тұрған телефонға Бен Барнстың әкесі звондап, оның баласының шеше алмай жүрген проблемасын шешіп беруді тапсырады. Сатушыдан керемет костюмды тартып алып, жан-жағын өртеп жіберген Нокс Флоридаға жол жүреді. Таныс полиция қызметкерінен қайықты сұрап алған Элли Далтонға келіп теңіздегі серуенге шақырады. Теңіздің ортасына тоқтап, орындықтар мен зонтикті алып алған Элли таяз жерге демалуды жөн көреді. Элли Далтонның өткен өмірі туралы сұрақтар қояды, алайда оған жауап бергісі келмейді. Сол уақытта Беннің үйіне Нокс келеді. Әкесінен тапсырған шапалақты берген Нокс Бенді сабасына келтіріп, жол бойындағы барды өзіне алатындығын жеткізеді. Далтонды үйіне жеткізген Элли оны полицейскилердің алып кеткендігін бақылайды, алайда оны участок емес, шериф күтіп отырған басқа пирске апарады. Шериф Далтонға өз еркімен аман сау кезінде аралдан тайып тұруды ескертеді. Далтон оған келіспегенде шериф оны тепкілеп тапанша тақайды. Сол кезде Элли шығып шерифке шапалақ беріп, Далтонды алып кетеді. Жолда Элли шерифтің оның әкесі екендігін туралы айтады. Шерифтің кезінде Бен Барстың әкесіне жұмыс істегендігін жеткізеді. Бен өзінің әкесінің жолын қуып, аралда элиталық қонақ үй салу үшін бардың жерін алу керек екен. Мәселе қауіпті болып бара жатқандықтан Элли Далтонға бұл жерден кетуін сұрайды. Дәл осы кезде Беннің адамдары Чарли жұмыс істейтін кітап дүкенін өртеп жібереді. Кешке жұмысқа кешігіп келген Далтонның қасына Бен келіп отырады. Бен оған Далтонның UFC-дегі соңғы жекпе-жегін көрсетіп, комментарийлер айтып отырады. Бен одан өзінің досы болып келетін, жеңілген қарсыласын неліктен әлі ұрып соғып жатқандығын сұрайды. Сөйтіп сыртқа шығып, Нокске бардың ішін ойсыратуды бұйырады. Нокс байкерлермен бірге бардың ішінде гольфке арналған клюшкасымен қорқыту көрсетіп, төбелес бастайды. Белли оларды тоқтатпақ болғанда оған соққы береді. Одан кейін рифте таяқ жейді. Аз уақыт ішінде бұзақылық үлкен төбелеске айналады. Алайда қаны қызған Нокс Далтонды жекпе-жекке шақырғанда, екеуі залдың ортасында шайқасқа кіріседі. Жігіттер бір-бірін жан-жаққа лақтырып тепкілесіп, бутылкалармен шабуылдайды. Ақырында күрес әдісін қолданған Нокс Далтонды бардың сыртына қарай лақтырады. Өзінің жеңілгенін түсінген Далтон барды тастап кетіп қалады. Бандиттер жарақат алғандарды полиция мен медиктерге қалдырып кетеді. Бенге келген көмекшісі Нокстың Далтонды өлтірмегендігін, ал барды толық қиратуға көрші участоктен келген полицейлердің кедергі келтіргендігін баяндайды. Далтон өзінің заттарын жинап кетуге дайындалады. Фрэнки болса оны қорқақ деп айыптайды, ал ол келіседі. Ол аялдамаға жеткенде өртеніп кеткен кітап дүкенін көреді. Өрт қызметкерлері қыз бен оның әкесін ауруханаға алып кеткендігін айтады. Далтон Беннің үйіне жетіп, дүкенді өртеуге жауапты бандитті кездестіреді. Далтон аралдан кетуге дайын екендігін мойындап, алайда Чарлидің жағдайы оның шешімін өзгертуге әкелгенін айтады. Бандиттің тамағына берген соққыдан ол демала алмай бассейнге құлайды. Бандит бассейнде батып баратқан кезде Далтон шынымен де қорқып кеткендігін айтады. Бірақ Нокстан емес, өзінің бара алатын іс-әрекетінен қорыққандығын білдіреді. Бандиттің өлі денесін көлікке салып жатқанда басқа байкерді байқап қалады. Байкер болса Далтонға оған тиіспегендігіне рахметін айтып, бастықтарының жоспарлары туралы барлық ақпаратты жайып салады. Далтон қайығына қарай жол тартады. Ол жақта оған қайталана беретін түс көреді. Ол түсте Далтон титулдық жекпе-жектің аяғында жеңіліп бара жатып, ашудан басы істемей қарсыласында отқа түсіріп қана қоймай, оны өлгенше ұрып тастайды. Таң атысымен Далтон жемқор полицейлер мен есірткі сатушылардың кездесуіне барады. Шериф көмекшісін талдырып, ақшаға толы чемоданды иемденіп алып, тапаншамен өлі мәйітке атады. Кішігірім амнезия алдырам деп ойлаған Далтон есін жиған полицейдің басынан таяқпен ұрады. Сөйтіп полицияға жағалаудағы мәйітпен күдікті полицейдің жатқандығын хабарлайды. Қайығына оралып бомба жасап жатады. Ол жаққа шериф келіп бәрін мойындайды. Бірақ та шериф басқа бір проблема тұрғанын айтады. Оның сөзінше, Бен Эллиді алып қашқан екен.
Далтоннан ақшаны қайтаруды сұрайды. Кейін ол Беннің яхтасына кетеді. Яхтада Беннің күзетшісі Далтонның бетінен соққы берсе де, Далтонға еш әсер етпейді. Шериф болса яхтада Бенмен бірге күтіп отыр. Элли туралы сұраса, олар бірінші ақшаны талап етеді. Яхтадағы жағдай ұшығып бара жатыр, ал Нокс яхтаға қарай асығып келе жатады. Керек сәтті пайдаланып, Далтон бомбаны іске қосады. Бомбаның жарылысын пайдаланып, Далтон Эллиді іздей бастайды. Эллиді тапқанда оларға жеткен бандиттің біреуі оқ атып, салдарынан терезе сынады. Сыртқа жүзіп шыққан Элли қайыққа мініп үлгереді. Ал Далтон бандиттің біреуін Нокстың қайығынан қашу үшін пайдаланады. Бен Элли мінген қайықты айдап кетеді. Бұл уақытта Нокс пен Далтон төбелесіп, Нокс суға құлайды. Бен оны қуып келе жатқан Далтонды көреді. Екеуі қарама-қарсы соғып, Далтон Беннің қайығына қарай құлайды. Бен мен Далтон қарсыластығы барысында қайық жағаға жетіп, барға қарай соғады. Элли мен Далтон қайықтан секіріп үлгеріп, ал Бен болса бардың төбесінде өзіне келеді. Нокс көпірге көтеріліп, жолда көлікті тоқтатады. Бардың жанында Бенді іздеп жатқан Далтон оның арбалеттен атып жатқанын байқап қалады. Далтон Бенді қарусыздандырып, енді таяқ жегізейін тұрғанда, Нокс келіп, көлік пен бардың ішіне қарай соғады. Хабиб пен Макгрегордың реваншы секілді Далтон мен Нокс шайқасады. Біреу бетінен, екіншісі ішінен ұрып, тепкілесіп, музыкалық аспаптардың үстіне құлап, жалпы айтқанда море крови болады. Айқас барысында Далтон Нокстың арқасынан қылғындыру әдісін қолданбақшы болады. Қолына түскен үшкір ағаш бөлшегін Далтонның жанына тығып, Нокс қылғындырудан аман қалады. Осы сәтте Бен келіп Далтонды тезірек өлтіріп тастауын бұйырады. Алайда Нокс нервісіне тиген Беннің мойнын сындырып өлтіреді. Бір кезде атып тұрған Далтон басқа екі ағашты алып Нокстың денесіне тығады. Қансырған Нокс сөйтіп көз жұмады. Кейін Элли мен Шериф келеді. Шериф Далтонға куәгерлер келмей тұрғанда бұл жерден тезірек кетуді сұрайды. Жасырып алған ақшаға толы чемоданды кітап дүкенінің иесіне қалдырып, Далтон автобустың келгенін күтеді. Фрэнки ол кезде қираған барды жөндеумен айналысып жатыр. Чарли Далтонға жақындап аралда қалуын сұрайды. Алайда Далтон өз тағдырын іздеп жол жүріп кетеді.